Саламатсыздар ма кітапхана оқырмандары және әлеуметтік желі пайдаланушылары. Мысыр елін 17 жыл билеген сұлтанның 800 жылдық мерейтойына орай Бейбарыс сұлтанның мұсылман өркениетіне қосқан үлесі атты онлайн тарихи танымдық кешті назарларыңызға ұсынамыз. Бейбарыс түркі әулеті Бахрден шыққан мамлюктердің Египетті билеген 4-ші сұлтаны. Оны тарихи шығармаларда Бейбарыс деп атайды. Шыққан тегі Қыпшақ. Бірақ қай жердің Қыпшағы дегенге келгенде әртүрлі деректері айтылып, бірі Хорезм, Дербент қыпшақтарынан десе, екіншілері Маңғыстаулық еді дегенді айтады. Соңғы зерттеулер бұл дүлдамалықтың түйінін шешіп, Бейбарыстың Қыпшақ тайпасының 5 руынан шыққан атақты әулеттің тұқымы екенін анықтауға мүмкіндік берді. Араб елдерінің 1001 түнмен қатар қоятын халық романы Бейбарыста оның әкесі Жамақ, шешесі Әйек деп, олардың нақты есімдерін атап көрсеткен. Бейбарыс өмір бойы Қыпшақ тілінде сөйлеген, алдыңғы Азиядағы араб тілдес халықтармен тілмаш арқылы түсініскен. Бейбарыс Дамскінің базарында 800 дирхемге құлдыққа сатылғаннан кейін жаңа қожайыны Айдакен Бундукдаридің атымен Әл-Бундукдари деген есімге ие болады. Кейін Бейбарыстың ерекше қабілетін байқаған Аюби әулетінің сұлтаны Салих Нажмудин оның өзінің жеке гвардиясының бір бөліміне сардар етіп алады. Сөйтіп ол енді жаңа әміршісінің атымен өзін Әл-Салихи деген есімді және қабылдайды. Ол осында жүргенде крест жорығына қатысушыларға қарсы күресте Египет әскеріне қолбасшылық етеді. Египеттің жаңа сұлтаны Музяддин Айбек Аюби әулетінің соңғы бастаған кезде Бейбарыс бас сауғалап Сирияға қашып кетеді. Содан мамлюктер Айбекті өлтіргеннен кейін ғана ол Каирға қайта оралады. Мұнда таққа жаңа отырған Музафар Сайфуддин Құттыз сұлтан оны әскеріне басшы етіп Сирия жеріне ішкерлей кірген моңғолдарға қарсы күреске аттанады. Айын жалу түбіндегі шайқаста мамлюк қолы моңғолдардың тас-талқанын шығарады. Осы соғыста Бейбарыс ер жүректілігімен айрықша көзге түседі. Бірақ Құттыз неге екені белгісіз. Басқаларға сый-сияпат жасап, Бейбарысты елеусіз қалдырады. Осыған өкпелеген Бейбарыс өзіне ниеттес адамдармен келісіп, Каирға қайта жолда Құттызды өлтіреді. Жақтастары Бейбарысты Египеттің сұлтаны деп жариялайды. Сөйтіп, Әд-Мәлік, Әз-Захир, Руки әд-Дүние, Вәдин Бейбарыс Әл-Бундукдари Әл-Салихи деген есіммен Египеттің тағына отырады. Билік басына келісімен Бейбарыс бар күш-жігерін крест жорығына қарсы шабуылға жұмсайды. Негізгі шабуыл 1265 жылы басталып, крест тағушы франктердің қамалдарының бірінен кейін бірі алынады. Бұдан кейін кіші Армения патшалығына кіші Азия селжұқтарына қарсы жорықтар жасап, берберлерді бағындырады. Бейбарыс Хулагу әулетіне қарсы күресу мақсатымен Алтын Орда ханы Беркеге елші жібереді. Осыдан бастап Египет пен Алтын Орда арасында тұрақты дипломатиялық қатынас орнап, екі ел арасындағы одақтастық Алтын Орда ыдырағанға дейін сақталады. Өйткені бұл байланыстың осыншалық ұзақ уақытқа ұласып, берік сақталуының негізінде Египет елін билеген Бейбарыс сұлтанның бір кезде тағдырдың қатал кесімімен қол үзіп қалған туған жеріне, ата-бабасының еліне жақындауды мақсат тұтқан арман тілегі жатқан еді. Бұл сайып келгенде Мысыр елін Қыпшақ Египет атандырған мамлюк қыпшақтардың ортақ мүддесі болатын. Сондықтан олар Бейбарыстан кейін де қашанда мамлюк Қыпшақ әулетіне күш кеткенше Алтын Орда атанған Қыпшақ елінен, өздерінің ата мекенінен қол үзбеуге ұмтылады. Қатал тағдыр тағы да олардың жолын кесті. Египетте мамлюк қыпшақтар билік басынан қуылды. Қыпшақ даласында Алтын Орда ыдырап кетті. Кезінде жат елге құл болып сатылып, барса да тектілігін танытып, қажымас қайраттың, мұқалмас жігердің үлгісін көрсетіп, билік басынан көтерілген мамлюк қыпшақтардың рухы
Тек арада 7 ғасыр өткенде ғана барып бейбарыс есімі арқылы ата мекеніне оралады. Қазір өзінің кіндік қаны тамған жерінде Жайық өзенінің атырауында биік тұғырға орныққан бейбарыстың ескерткішке айналған алып тұлғасы тәуелсіз елдің арайлы таңын жерлестермен бірге қарсы алып өшпес айғағындай болып асқақтап тұр. 1277 жылы бейбарысты уәзірі Қыпшақ қалауын оберіп өлтірді. Оның сүйегі Дамскідегі Баб-әл-Барид зиратына қойылды. Осылайша бейбарыс сұлтан Мәмлүктер мемлекетінің ірі державаға айналып, Мысыр мен Сирияны крестілер жорығы моңғол шапқыншылығынан қорғап қалады. Оның басқаруымен Мәмлүк мемлекеті гүлденіп, халықтың әл-ауқаты артты. Бұл елге әлемнің түпкір-түпкірінен саудагерлер келе бастады. Қолөнер, ауыл шаруашылығы, ғылым және сауда дамыды. Ол тұрғызған мешіттер, медреселер, бекіністер мен көпірлер әлі күнге дейін сақталған. Кейбір араб тарихшылары бұл кезеңді алтын жылдар деп атайды.